Hello, I'm Mrs. Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы English Language кітабы Activity Book бойынша осы 3 сыныптар, я? Lesson 3, Lesson 4, яғни 3-4 сабақтарды өтеміз. Ол бізде 77-78 беттерде екен. Exercise number 1. Мұқият болыңыздар. Бұл бізде find and the circle, тап және де дөңгелекті, then write, сосын жаз дейді екен. Мысалға қараңыздар, бірінші суретте не бейнеленген? Бұл бізде стакан, я? Шыныдыз glasses болады, көпше түрде, яғни екі болғандықтан, мұны glass деген түбірі, оған es деген көпше түр жұрнағы жалған тұр. Glasses. Енді оны біз мына жерден табуымыз керек, және де дөңгелектеп қоямыз. Мен алдын ала белгілеп қойдым, я, шатасып қалмас үшін, және де тез болу үшін, жазғанда, тапқанда. Мысалға, бұл glasses деген сөз мына жерден таптық та, осыны осылай дөңгелектейміз мына. Glasses деп. Енді екіншісі ол бізде не екен? Бұл бізде автобустар. Кітабын, бұл бізде қазір дәптері ғой, кітабында біз activity book. Яғни біз people's book'ында өткенбіз. Бұл сөздердің барлығын бір қайталап жіберейік. Мысалға, бұл бізде glasses. Немесе сіздер осыны тоқтатып қойып, өздеріңізді, сөздіктеріңізді білесіздер ме, осы сөздерді астына жазып кетіңіздер комментарияға, я мен тексеретін, міндетті түрде тексеретін боламын. Buses, автобус, я? Автобустар, buses. Сағат, clock, сағаттар, clocks. Сәби, baby, сәбилер, babies. Қорап, box, boxes, қораптар. Chair, орындық, chairs, орындықтар. Мынау қол сағаты, яғни watch, екеу болса, watches. Сегізіншісі төсек, bed, төсектер, beds болады. Енді осы сөздерді біз не істеуіміз керек екен? Табуымыз керек. Енді қараңыздар. Екіншісі ол бізде автобустар, я? Міне автобустар деген сөз мына жерде екен, міне buses. Buses, осылай дөңгелектейсіздер де, мына жерге осы сөзді жазатын боламыз. Міне buses. Buses. Үшіншісі ол бізде қабырғаға ілінетін сағат, немесе осылай өзі тұратын сағат, я? Бұл бізде clock, немесе көпше түрі clocks. Мына жерде мен белгілеп қойдым, міне clocks. Міне clocks, осы сөзді енді мына жерге жазатын боламыз. Clocks. Неге көпше түрде жазып жатырмыз? Өйткені сағаттар көпше түрде тұр. Енді сәбилер, бұл бізде babies болады. Яғни babies дегеніміз мына жерде екен. Babies. Енді осы сөзді мына жерге жазамыз. Babies. Бесіншісі ол бізде не екен? Қораптар. Яғни қораптар дегеніміз қалай болады? Box, boxes болады екен, я? Міне, қай жерде тұреді ол? Міне, мына жерде. Boxes. Осы boxes деген сөзді мына жерге жазамыз. Алтыншысы ол бізде орындық, chair, орындықтар chairs болады екен. Оны қай жерден белгілеп қойдым мен? Міне, жоғары жақтан белгілеп қойдым, міне. Chairs. Көріңіздер ғой? Осы сөзді мына жерге жазамыз. Chairs. Жетіншісі ол бізде қолға сағатындағы сағат, яғни watch. Міне. Watches. Енді осы watches деген сөзді мына жерге жазамыз. Watches. Сегізіншісі ол бізде төсек, төсектер қалай болады екен? Beds. Beds деген сөзіміз мына жерде тұр. Beds. Beds. Жалпылама түсінікті болды деп ойлаймын. Қайталап жүрейік. Glasses, buses, clocks, babies, boxes, chairs, watches, beds. Енді exercise number 2. Қараңыздар, write in plural. Яғни бізге не дейді? Plural дегеніміз көпше түрде жазыңдар дейді. Енді мына қараңыз. It's дегеніміз ол, немесе мына бұл деп айтамыз, ол стакан, шыны-ыдыс. Енді олар шыны-ыдыстар, мына олар, я, they олар шыны-ыдыстар деп. They are glasses. Мынау are, is, не ол деп түсінбей тұрсаңыздар, мынау я жіктеу есімдіктерін, осы to be етістігі, to be көмекші етістігін, болу етістігі деп айтамыз бұны, болу. Яғни болып табылады деп түсінбесеңіздер, астына ссылкаға қалдырып кетемін. Ол сабақта да көргендеріңіз абзал. Енді they are glasses, олар, міне
екеу болғандықтан түбіріне не жалғанды? Міне es деген қосымша жалғанды көпше түрдің жұрнағы. They are glasses. Олар стакандар, иә. Енді тура осылай үлгіде біз жазуымыз керек. Бізде мынаусы жекеше түрде бір зат, бір нәрсе, ал мына жерде көпше түрде жазуымыз керек. Енді they are дейміз. Олар, they are, не дейміз? They are. Енді мына baby деген сөзіміз қай жерде еді? Мына сөздер. Міне babies. Көрдіңіздер ғой? Осы сөзді жазамыз. They are. Жай ғана бұл жерде сіздер нені сөздерді білулеріңіз керек. Сол себепті сөздерді жаттағандарыңыз дұрыс. They are babies. Түсінбей отырмайсыздар, иә? They are babies. Енді мынау y әрпін неге I деген сияқты, иә? Осыны түсінбей отырсаңыздар, сабақ осы ссылкада қалдырып кетемін бұл көпше түрде. Яғни мынау y әрпі, мынау baby деген сөздегі. Мынау baby, иә, бала, сәби. Енді ол көпше түрде мынау мына у түсіп қалады да, y әрпі, мына соңында y әрпі түсіп қалады да, I болады да, оған түбіріне не қоямыз? Es, babies, сәбилер, осылай болады. Міне, сабақ бар, арнайы көрсеңіздер болады. Немесе осы астына тастап кетемін. They are babies. Енді sofa, ол бізде диван. Дивандар дегеніміз қалай болады? Мына жерде жоқ екен, өзіміз es деген түбіріне, міне. Es деген көпше түрдің жұрнағын жалғаймыз оған. Сонда they are sofas. Sofa диван, иә, мына түбірін жазым. Енді бұған S деген жұрнақты жалғаймыз. Олар дивандар дедік. Енді мынау box дегеніміз тұр, қорап, мына boxes, қораптар. Енді осы жазамыз. Олар қораптар. They are boxes. Енді it's a bookcase, яғни bookcase не деген сөзіміз? Bookcase дегеніміз, ол бізде кітап сөресі дейміз, иә? Кітап салатын шкаф. It's a bookcase, they are bookcases. They are bookcases, яғни мынау case деген түбірінен es жалғадық, міне көрдіңіздер ғой, es жалғадық, міне bookcases. It's a bus, автобус, бұл ол автобус, міне автобус дегеннің көпше түрі мынау buses, иә? Сонда they are жазамыз. They are buses. They are buses. Жалпылама түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл бізде 3-ші сабақ. Яғни енді 4-ші сабақта келіп жеттік. Осы 4-ші сабақты бастамас бұрын мен сіздерге осы 4-ші сабақта болатын тапсырмалармен таныстырғым келіп жатыр. Бұл бізде жаңағыдай pupils book, иә. Осы мынау беттегі ертегіні The Cool Caravan, керемет автоприцеп немесе керуен, иә, автоприцеп. Осыны қарап алыңыздар. Одан кейін осыған байланысты тапсырмалар жасайтын боламыз. Мысалға, қазір тапсырмада үлгі берілген. Мынау осы суреттерді, осы сурет и астында сөйлеу көпіршіктері тұр, иә. And this is a bathroom. Соларды біз сәйкестендіретін боламыз. Қарап жаттап қалыңыздар. Қараңыздар, міне соңғысы, иә, осы жерде екен. Мінекей 4-ші сабақ, иә, осы тапсырма, 1-ші тапсырма, exercise number 1. Жаңағы алдында мен сіздерге мәтінді көрсеттім. Егер түсінбей жатсаңыздар, тапсырманы қай сөз, қай жерде екен, артқа жылжытып жіберіп, минуттарын, секундтарын көрсеңіздер болады. Енді біз мына жерде бөлмелерге байланысты сөйлеу көпіршіктері тұр. Match the pictures to the speech bubbles. Яғни суреттерді сөйлеу көпіршіктері, міне. Реплика әрқайсының айтқан сөзі, иә, осы сөйлеу көпіршігі деп айтамыз. Осыларды бір-біріне сәйкестендір дейді екен. Мысалға қараңыз, біріншісіне көрсетіп қойды. Бірінші сурет, бұл бізде, бұл мәтінде артқа көріңіздер, не еді? Бұл жерде міне жуынатын ванна, иә, жуынатын бөлмені көрсетіп жүреді роллоу бізде. Ол бізде қайсы? Сол себепті мына C деп қойған, ол бізде қайсы сөйлеу көпіршігі? C. And this is the bathroom. Және бұл бізде жуынатын бөлме деген сөз. Бұл мына жерге сәйкес келіп тұр, сол себепті C-ді жаздық. Енді екіншісін қараңыздар. Бұл бізде жатын бөлмені, иә, төсек жататын бөлмені көрсетіп жатыр еді, жаңағыдай жатын бөлмені таныстырып жатқан еді. Яғни бұл бізде жатын бөлме дегеніміз bedroom. Міне, қараңыздар, bedroom, бұл бізде A. So, where is the bedroom? Бұл жерде айтылған. Сонымен жатын бөлме қайда деп осы жерде осындай сөйлеу көпіршігі болғандығын мына жерде
up here деп осылай айтқан тұғын. Яғни бұл бізде A деп мына жерге жазамыз. Мына көрдіңіздер ғой, мына A-ді. Енді үшіншісін қараңыздар, бұл бізде ас бөлмесі, яғни kitchen деген сөзді табуымыз керек. Ол бізде қайсы? Oh, this is a cute kitchen. Бұл не дейді? Мынау бұл қандай керемет, сүйкімді, кішкентай ғана жаңағыдай сүйкімді не екен дейді, шағын ғана ас үй. Сондай айтып жатыр, міне ас үйді айтып жатыр, сүйкімді ас үй, ас бөлмесі екен ғой деп міне көріп жатыр. Сол себепті бұл қай сөйлеу несі? D деген сөйлеу көпіршігі екен. Мына жерге D деп жазамыз. D деп жазамыз. Ал төртіншісін қараңыздар, бұл бізде нені көрсетіп жатқан еді? Екі терезені, бұл бізде қонақ бөлмесі, living room, міне B. This is the living room. Бұл не дейді? Қонақ бөлмесі деп көрсетеді. Яғни B деп мына жерге жазамыз. Exercise number 2. Look, read and complete. Яғни қара, оқы және де толықтыр дейді. Мынау қандай сурет тұр, сол бойынша не қыламыз? Мынау бізде соның атауларын жазамыз, яғни бөлмелердің атауын жазамыз. Бұл бізде өзінің автопрецептегі үйін бізде көрсетіп тұр екен, таныстырып жатыр екен. Caravan дегеніміз бұл бізде автопрецепт дейміз, немесе автопрецептегі үй екен, осы. Керуен деп айтады қазақшалап, Енді қараңыз. This is my new house. Бұл менің жаңа үйім. It's a caravan. Ол автопрецепт. This is the, яғни бұл бізде cooker, бірақ бізге бөлмелерін таныстырып тұр. Сол себепті this is the kitchen. Kitchen бұл бізде не екен? Ас бөлмесі. The не дейді? Мынау бізде қонақ бөлмесінің, диван бәрі қонақ бөлмесі. Living room. Жазамыз living room деп. Living room. The living room, мынау бізде жуынатын бөлме, bathroom, дұрыс па? Bathroom. Where is the, не дейді? Bedroom. Where is the bedroom? It's up here. Яғни жатын бөлмесі қайда? Бұл мұнда деп жатыр екен. Жалпылама сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, келесі жолы мен осы 5-6 сабақты салатын боламын. Осы activity book бойынша сіздерден бір пікір, бір лайк болсын және де подписка болсын, мен арнама жазылып кетіңіздер. Ал менен ары қарай сабақ салу болады. Маған да мотивация беріп қойыңыздар. Мен ары қарай сабақ салып отыруыма да. Енді арнамнан алыстамаңыз. Our lesson is over. Goodbye.